Сабақ барысында қандай жасанды интеллектті қолданамыз? Сабақ барысында көбіне пэт, яғни биология пәні бойынша осы жасанды интеллекттерді қолданамын. Соларға жақынырақ тоқталып өтейін. Ол пэтті қолданамын. Пэтті қандай кезде қолданамын? Пэтті практикалық жұмыс кезінде. Пэттің бір ерекшелігі, пэт бізде көбіне жаратылыстану бағытына көп бағытталған. Яғни бұл жерде бізде математика, физика, химия, биологияға көп бағытталған бұл бағыт. Қарасаңыздар. Мысалы, мен бұл жерде биологияны таңдаймын. Себебі биологияны сабақ білгендіктен мен биология таңдаймын. Мысалы, биологияда жаңағы көздің құрылысын, көзге байланысты, немесе жаңағы популяция болсын, мысалы табиғи сұрыпталу дейді, осы жерде табиғи сұрыпталуды тақырыбын алатын болсақ, популяция, яғни даралардың қанша уақытта көбеюі, жалпы популяция дегеніміз не дегенді оқушыларға әртүрлі практикалық жұмыстармен көрсетуімізге болады. Қарасаңыздар, міне бұл ақ қоян мен қоңыр қоянның өзін таңдаймыз. Бірінші ақ қоян, бұл жерге енді біз тамақ жібереміз. Одан кейін ары қарай екінші қоянның пайда болуын көруге болады. Уақытқа байланысты. Яғни даралар қалай көбейеді, қараңыздар. Екінші, үшінші ұрпақта бұлардың көбеюін көруге болады. Міне жерде диаграммасы көріп тұрады. 20% өсті. Енді бұл жерге қасқырды жіберсек, бұлардың санын азайту керек қасқырларға. Көрдіңіздер ме, міне азайды. Яғни осындай неше түрлі практикалық сабақтарды көрсетуге болады. Одан кейін келесі маған тағы бір ұнайтыны пэтті. Ол бізде жаңағы көздің құрылысына байланысты, яғни адамның көздің көру кезінде қандай түстерді қалай ажыратады деген тақырып бойынша. Генетика мутация оқу мақсаты үлгісі жерде барлық көрсетіледі. Барлық көріп анықтап білуге болады. Ресурстары, мұғалімдерге кеңестер. Бұл жерде жүйеге кіру үшін бұл кішкене кіргізуге болады, бірақ олар ақылы түрде жүреді. Пэтті тағы да біреуі, ол мен көрсеткім келгені, ол бізде мынау түсті көру, яғни оқушыға адамның түсті ажыратуы көзді. Үш түрлі түсті таңдаймыз. Мысалы біз жарық немесе түсті таңдаймыз. Мысалы қараңыздар. Қызыл, жасыл, көк. Бұл жерде адамның жаңағы көз арқылы, көру арқылы миға қандай сигнал береді. Яғни қай түсті қалай көреді, сол кезде ми ол түсті қалай қабылдайды көру арқылы. Вот миды анық. Мысалы мен біріншіден қазір қызыл түсті жіберемін. Көз қызыл түсті көрді. Біз көз 350-ден жоғары. Просто қызыл түсті. Қызыл түске 50%, жасыл түсті қоссын.
көздің көру қабілеті арқылы, түсті ажырату арқылы ми сигнал маңдай жүде самай. Осы бөліктерге сигнал бергенде ми түсті қалай қабылдады? Қоңыр түске, екі түстің бірігуінен қоңыр сарғыш дейік, осындай түсті қабылдады. Ары қарай көк түсті жібереміз 50%. Біздің түсіміз ашық көдің түске енді деп айтайық. Одан кейін 100% көкті бердік, 100% жасылды бердік. Қандай түс болды? Ашық, аспаннан да ашық түсті. Ақшыл көк түсті болды. Тағы да 100% біз қызылды берген кезде 3 түстің 100% бірігуінен адамның көзі ақ түсті, 3 түсті көріп, адамның жаңағы көзі ақпаратты миға бергенде, осы 3 түстің бірігуінен ми ақ түсті қабылдап тұр. Яғни ақ түсті ақ түсті екенін ажыратып тұр 3 түстің бірігуінен. Ары қарай қызыл түсті азайтамыз. Және көк түсті азайтамыз. Ол ретте біз жасыл түсті көре бастадық. Ашық жасыл. Көк түсті тағы да азайтамыз, көк түсті. Қандай түс? Ашық шөп түстес. Тағы да қызыл түсті азайтамыз. Бұл жерде қанық жасыл түсті істеді көру арқылы қабылдап тұрмыз біз. Міне осы арқылы оқушыларға практикалық сабақтарда, сабақ барысында қызықтыру үшін осындай пэт арқылы жұмыстарды көрсетуге болады. Пэт жасанды интеллект арқылы адам көру қабілеті арқылы ми қалай жұмыс атқарады, түстерді қалай ажырататындығы жайлы. Міне осы пэттің ерекшеліктерінің бірі осы.